Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, әрі ажурный болып шығатын блинный зебраның рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте пайдалы. Рецепт ұнаса сақтап алыңыздар, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Ендеше іске кірісейік. Ең алдымен жұмыртқаны және қантты қосып араластырамыз. Блинныйдың толық рецептін описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Егер сіздерге тағы да пайдалы көптеген рецепттер қызықты болса, осы арнадан таба аласыздар. Арнаға тіркеліп алыңыздар. Жақсылап араластырып болған соң, үстіне жылы су қосамыз. Араластырып, үстіне електен өткізілген ұн қосамыз. Ұнды електен өткізіп қосқандарыңыз абзал, себебі қамық қалмай жақсылап араласады. 2 бөлікке бөліп қоссаңыздар, тіптен жақсы. Мінекей, осылай венчиктің көмегімен араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, массамыз дайын. Енді жылы суға 1 шай қасық сода қосып, араластырып, сода ерігеннен кейін массамызға қосып араластырамыз. Сонда ажурный, тонкий болып шығады. Блинныларыңыз өте дәмді болады. Соданың дәмі білінбес үшін жылы су қосу керек. Егер мұздай су қоссаңыздар, содан дәмі шығып кетуі мүмкін. Мінекей, массамыз дайын болды. Қатты қою емес, қоймалжың масса дайын болды. Енді арнайы бір ыдысқа какао қосып, үстіне дайын массаны құямыз. Бұл зебраның секілді жолақтарды салуға арналған. Сіздерде арнайы ыдыс болмаса, осылай бутылканың қақпағын тесіп, мен секілді істесеңіздер болады. Мінекей, бізде дайын массалар. Енді пісіреміз. Орташа отта қызып тұрған табаға осылай дөңгелек етіп сызып шығамыз. Үстінен блинныйдың массасын құямыз. Жақсылап пісіріп аламыз. Шеті сарғая бастағанда келесі бетіне ауыстырамыз. Табаны алдын ала майлап алыңыздар. Ешқандай табаға жабыспайды. Өте әдемі әрі оңай рецепт. Жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Мінекей, блинный дайын болды. Өте әдемі болып шықты. Осылай жасап дастарханға ұсынсаңыздар, өте керемет болады. Ішіне қалауларыңыз бойынша салма салсаңыздар болады. Менде творог және шоколад. Қалауларыңыз бойынша орайсыздар. Маған осылай ораған ыңғайлы. Мінекей, дайын болды.